Кеш жарық құрметті ата-аналар, бүлдіршіндер, бүгінгі біздің ертегінің аты «Түлкі мен бөдене». Өткен заманда түлкі мен бөдене екеуі аралас дос болыпты. Екі дос талай жерді шарлапты, талай қызық көріпті. Күндерде бір күні «Досым, мені бір күлдірші» деп түлкі. «Жарайды, күлдірейін, сен менің артымнан ерте отыр, мен ұшамын да отырамын» депті бөдене. Сонымен бөдене ұшыпты да отырыпты, түлкі желе жортып еріпті де отырыпты. Бір жерге келсе, бір кемпір сиыр сауып отыр екен, шалы бұзауды ұстап тұр екен. Бөдене ұшып барып сиыр сауып отырған кемпірдің басына қона кетті. Түлкі анадай жерде тығылып қарап тұрыпты. Бөденені көре сала: «Кемпір, қозғалма, мен мына төбеңдегі бөденені соғып алайын» депті шал. «Жарайды, бірақ қатты соқпа» депті кемпір. Шал жерде жатқан күректі алып салып қалғанда бөдене ұшып жөнеліпті. Күрек кемпірдің басына тиіп, кемпір құлапты. Шелектегі сүт төгіліп қалыпты. Түлкі шексілесі қатып күліпті. «Досым, күлдің бе?» депті бөдене. «Күлдім, досым, күлдім, разымын, досым, разымын» депті түлкі. Күндерде бір күні түлкі: «Ал, досым, енді мені мықтап тұрып қорқытшы» депті. «Қатты қорқытайын ба, әлде ашуланбайсың ба?» деп сұрапты бөдене. «Жоқ, ашуланбаймын, қатты қорқыт» депті түлкі. «Жарайды, қорқытайын, бірақ сен көзіңді тас қылып жұм. Мен сенің төбеңе қонып, екі қанатыммен көзіңді жабамын. Содан кейін сен жүрді отыр. Оңға десем оңға, солға десем солға жүр. Қашан мен төбеңнен ұшып көзіңді аш дегенше ашпа» депті бөдене. Сонымен бөдене түлкінің төбесіне қонып, екі қанатымен көзін жауыпты. Түлкі көзін тас қылып жұмып, бөдененің жүр деген бағытына жүріпті де отырыпты. Осылай жүріп келеді, бір кездерде бөдене: «Аш көзіңді» деп ұша жөнеліпті. Түлкі көзін ашып жерсе, тазы ерткен бір топ аңшыға таянып қалған екен. Аңшылар қызыл түлкіні көре сала қиқулап қуып беріпті. Түлкі қашып беріпті. Әрі-бері қашқан соң түлкінің алдынан қалың орман кезі болыпты. Түлкі жалт беріп орманға келіп, аңшылардан әзер құтылыпты. Бір кезде бөдене келіп: «Қалай, досым, қорықтың ба?» деп сұрапты. «Қорқытқанды осылай қорқыт деп бедім» деп түлкі бөденені бас салып жемек болыпты. Бөдене түлкінің аузында тұрып: «Досым, ұзақ жылдар дос болып ойнап күлдік, талай қызық көрдік. Қазір мені жегелі тұрсың. Қайтем, жесең же, бірақ осы күнге дейін аты жөнімізді сұрап біліскен емеспіз. Жесең де атымды айтып жесейші, ақырғы тілегім болсын» депті. «Ал айта қой, атың кім еді?» депті түлкі. «Атым Мәңгіт» депті бөдене. «Мәңгіт» дей бергенде аузыңа «сәңгіт» деп бөдене ұша жөнеліпті. Осыдан былай түлкі мен бөдене достықтан айырылысыпты. Құрметті ата-аналар, құрметті бөбектер, ертегі сіздерге ұнаған сияқты. Осы ертегілер арқылы біз сіздердің қандай аң қандай екен, қандай құс екен біле отырып, әрине бұнда бөдене де өзінің ақылын асырған, түлкі де асырмақшы болған, бірақ бірін-бірі жеңе алмаған. Өмірде осындай достар кездеседі. Достықты сондықтан адал достық, амал достық деп бөледі. Амал достық деген, егер досында бәр болса, бәрлігіне қызығып, сол арқылы сол досындағы қызметтерді көп пайдаланады. Ал енді адал достық деген, адал достық ол егер дос болатын болса, өмірінің соңына дейін адал дос болып, сол өзінің досына тек қана жақсылық көрсете біледі. Қиындықты шешуге көмектеседі. Сондықтан құрметті ата-аналар, бүлдіршіндер, өмірде адал дос болайықшы. Жүрек лүпілдеріңізді қоюға ұмытпаңыздар. Пікірлеріңіз жазыңыздар. Бұл ертегіні басқа біздің адамдарға таратыңыздар. Қош сау болыңыздар. Қайырлы түн.